Құрметті көрермендер, бүгінгі видеода біз өте маңызды тақырыпты қарастырамыз. Ол студенттерді мәтін талдауға қалай дұрыс дайындау керек деген мәселе. Бұл тақырып қазіргі білім беру жүйесінде ерекше орын алады. Себебі мәтін талдау дағдысы тек әдебиет немесе тіл сабақтарында ғана емес, барлық пәндерге қажет болатын әмбебап қабілет болып саналады. Ең алдымен мәтін талдау деген не екенін түсініп алайық. Мәтін талдау дегеніміз берілген мәтінді жай ғана оқу емес, оның мазмұнын терең түсіну, негізгі идеясын анықтау, автордың айтқысы келген ойын ашу, сонымен қатар мәтіннің құрылымын және тілдік ерекшеліктерін зерттеу процесі. Яғни студент мәтінді тек оқып қана қоймай, бұл мәтінді не айтылады, неге дәл осылай айтылған, автор қандай мақсат көздеді деген сұрақтарға жауап іздейді. Студенттерді мәтін талдауға үйрету бірден жүзеге аспайтын процесс. Бұл бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең мәтінге қызығушылық ояту кезеңі. Бұл кезде студенттің назарын аудару өте маңызды. Мысалы, тақырыпты талқылау, сұрақ қою немесе ассоциация жасау арқылы студенттің ойлау қабілеті іске қосылады. Егер студент тақырыпқа қызығушылық танытса, ол мәтінді де тереңірек түсінуге тырысады. Екінші кезең мәтінмен жұмыс кезеңі. Бұл кезеңде студент мәтінді мұқият оқуы керек. Оқу барысында маңызды ақпараттарды белгілеп отыру, түсініксіз сөздерді анықтау және негізгі ойды табуға тырысу қажет. Бұл жерде студент тек оқырман емес, зерттеуші рөлінде болады. Ол әр сөйлемге мән беріп, мәтіннің ішкі құрылымын түсінуге тырысады. Үшінші кезең мәтінді талдау кезеңі. Бұл ең маңызды бөлімдердің бірі. Бұл кезде студент мәтіндегі себеп пен салдарды анықтайды, автордың идеясын түсіндіреді, мәтін ішіндегі мысалдарды табады және оларды байланыстырады. Сонымен қатар мәтіннің негізгі ойын бір немесе бірнеше сөйлемнен тұжырымдап айту да осы кезеңге жатады. Төртінші кезең қорытынды жасау кезеңі. Бұл кезеңде студент мәтін бойынша өз пікірін білдіреді, қысқаша мазмұндама жазады немесе эссе құрастырады. Бұл оның сыни ойлау қабілетін дамытады және өз ойын нақты жеткізуге үйретеді. Енді студенттерге қолдануға болатын нақты тапсырмаларға тоқталайық. Бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Студентке мәтінді құрылымы бойынша негізгі бөліктерге бөлу қажет. Бұл тапсырма мәтінді толық түсінуге және қосымша ақпаратты ажыратуға көмектеседі. Мәтін құрылымы деген мәтіннің ішкі ұйымдасу тәртібі, яғни ойдың қалай басталып, қалай дамып, қалай аяқталатынын көрсетеді. Негізгі бөліктері: кіріспе. Тақырып таныстырылады, оқырманды ойға дайындайды, негізгі мәселенің бағыты беріледі. Негізгі бөлім. Негізгі ой толық ашылады, дәлелдер, мысалдар, сипаттау беріледі. Ой бірізді дамиды. Әр абзац бір идеяға бағынады. Қорытынды. Айтылған ой түнделеді, негізгі идея жинақталады, кейде авторлық пікір немесе шешім беріледі. Адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздым ғой, демектің бәрі де ақымақтық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпан білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Адамшылықтың алды махаббат, ғаділет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кімге кім осы үшеуін бойына жиып, дүниеде жақсы өмір сүрмек, сол адам толық адам делінеді. Құрылымдық талдау. Мәтінді бөліктерге бөл. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Әр бөлікке қысқаша мазмұн жаз. Кіріспе. Мәтін. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздым ғой, демектің бәрі де ақымақтық. Қысқаша мазмұны. Адамды адамнан жоғары ететін ақыл, ғылым, ар, мінез. Негізгі бөлім. Мәтін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек,
терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көмсеңіз. Қысқаша мазмұны: адам болу үшін ғылыми іздеу керек, бос мақтаннан, еріншектен аулақ болып, 5 дұшпаннан қашық, 5 асыл іске ұмтылу керек. Қорытынды мәтін: адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кімде-кім осы үшеуін бойына жиып, дүниеде жақсы өмір сүрмек, сол адам толық адам делінеді. Қысқаша мазмұны: толық адам болу үшін махаббат, әділет, сезім қажет. Осы қасиеттерді бойына жинаған адам толық адам. Екінші тапсырма: осы мәтіннен түйгеніңіз бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: абайдың адамнан ақыл, ғылым, ар, мінез арқылы озады деген негізгі ойы нені білдіреді? Бірінші сұрақтың жауабы: абайдың адамның ақыл, ғылым, ар, мінез арқылы озады деген ойы адамның шынайы биіктігі, оның біліміне, ақылына, адамгершілігіне және мінез құлқына байланысты екенін білдіреді. Яғни адамды жоғары ететін оның рухани қасиеттері. Екінші сұрақ: ақынның бұл идеясы қазіргі өмірде қаншалықты маңызды деп ойлайсың? Екінші сұрақтың жауабы: бұл идеяның қазіргі өмірдегі маңызы өте жоғары. Себебі қазіргі заманда білім, ғылым және дұрыс мінез адамды жетістікке жеткізеді. Тек байлыққа немесе сыртқы жетістікке сүйену адамды толық тұлға ете алмайды. Үшінші сұрақ: абай неге адамды байлықпен емес, рухани құндылықтармен бағалау керек деп есептейді? Үшінші сұрақтың жауабы: абай адамды байлықпен емес, рухани құндылықтармен бағалау керек дейді. Өйткені байлық уақытша, ал ақыл, ар, мінез адамның нағыз болмысын көрсетеді. Осындай қасиеттер ғана адамды құрметке лайық етеді және қоғамды дамытады. Үшінші тапсырма: осы екі мәтіннің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтап салыстыр және автор көзқарасы мен терең ойды аш. Ұқсастығына келсек, екі мәтінде де адамгершілік, ар, еңбек, білім маңыздылығы айтылады. Жақсы мен жаман қасиеттері салыстырылады. Айырмашылығы: абай Құнанбайұлы ойы терең, философиялық, толық адам идеясын ашады. Ішкі рухани даму. Шәкәрім Құдайбердіұлы қарапайым, нақты, адамдық қоғамға пайдалық болуға шақырады. Борыш, еңбек. Автор көзқарасы: абай: адам ең алдымен өзін жетілдіру керек, сонда ғана толық адам болады. Шәкәрім: адам халқына пайда келтіруі, адал өмір сүру керек. Терең ой. Абайдың негізгі идеясы: адамдық, ішкі қасиеттердің махаббат, әділет, ақыл үйлесімі. Шәкәрімнің негізгі идеясы: адамдық, дұрыс өмір сүру, еңбек ету, арды сақтау. Назарларыңызға рахмет, көріскенше.